Мен цифрлы педагог байқауының қатысушысы Батыс Қазақстан облысы Бөрлі ауданы Ақсай қаласының номері 7 жалпы орта білім беретін мектебінің информатика пәні мұғалімі Бақтыбаева Парасат Мырзабаевна. Бүгін менің байқауға жоспарлаған сабағым 6 сыныптың сымсыз желілер тақырыбына болмақ. Әр сабақтың басында оқушылардан ай сайынғы құндылықтар қандай ай екені сұралады. Осы қазан айы бізде тәуелсіздік және отаншылдық айы болғандықтан оқушыларға жасанды интеллект арқылы осындай сұрақтар әзірледім. Назар аударсаңыздар. Сәлеметсіздер ме балалар? Сабағымызды бастамас бұрын көңіл күйімізді көтеріп, рухымызды арттырып алайық. Ол үшін сіздерге сөйлемді аяқта айдарын ұсынамын. Мына жерде бірнеше сөйлемнің басы берілген. Қалаған ұяшықты таңдап, сөйлемді өз ойларыңызбен жалғастырыңыздар. Сәттілік тілеймін. Яғни тәуелсіздік және отаншылдық айы болғандықтан оқушыларға осындай 4 түрлі қысқаша сұрақтар әзірледім. Яғни мен елімді мақтан тұтамын, өйткені елімнің болашағы жарқын, себебі отан үшін жасағым келетініне және Қазақстанның ең әдемі деген сұрақтарға жауап береді. Жауап бергеннен кейін Жарайсыздар балалар, жоғары деңгейде жауап бергендеріңіз үшін өздеріңізді шапалақтау арқылы мадақтап қойыңыздар. Ал еттікті қол шапалақ сіздерден күтемін. Сабағымның мақсаты сымсыз байланыстың артықшылығын түсіндіру. Оқушылар өткен тақырыптарды жасанды интеллекттің көмегімен еске түсіреді. Оқушылар кітапты таңдап сұраққа жауап беріңдер. Мына жерде кітапшаны ашқанда оқушыларға сұрақтар, эргономика дегеніміз не, компьютер жады нешеге бөледі деген сияқты сұрақтар ашылады. Келесі кезекте оқушыларды 2 топқа бөлемін. Ол бізде ғаламшарды басу арқылы оқушылар өз топтарын анықтайды. Келесі кезекте бізде жаңа сабақ, сымсыз желілер, мобильді телефондарда және басқа да құрылғыларда интернетке сымсыз желілерге қосылу мүмкіндігі бар. Жалпы ақпараттарды тарату ортасының 2 типі бар, олар сымды және сымсыз болып бөлінеді. Сымды желіге өткізгіш, кабель, оптикалық кабельдер жатса, сымсызға радио байланыс, Wi-Fi, WiMAX сияқты желілер жатады. Жалпы сымсыз желі дегеніміз бұл біз күнде қолданатын ең маңызды технологияның бірі. Ол компьютерлерді, телефондарды, планшеттерді және басқа да құрылғыларды ешқандай сым қолданбай-ақ интернетке қосады. Ойлап көріңізші, сіз үйде кез келген жерде мультфильм көре аласыз, ата-анаңыз жұмыс істей алады, ал сіздің ініңіз немесе әпкеңіз ойын ойнай алады. Бәрі бір уақытта. Сымды және сымсыз болып бөлінеді. Wi-Fi қалай жұмыс жасайды? Олар раутер сигнал жібереді, құрылғылар сигналдарды қабылдайды және мәліметтер алмасуы жүреді. Wi-Fi мен Bluetooth бұл екеуі де сымсыз, бірақ әртүрлі. Олардың артықшылықтары Wi-Fi-да үлкен қашықтықта жетеді, көптеген құрылғыларды қосады, интернетке қосылады және жылдамдығы жоғары. Ал Bluetooth-да бұл қысқа қашықтықта жұмыс істейді, яғни 10 метр 2 құрылғыны қосады, интернет қажет емес, батарейканы аз пайдаланады. Bluetooth ол ең жақын досыңыз. Оны қай кезде қолданамыз? Ол сымсыз құлаққапты телефонға қосқанда, музыканы динамикке ойнатқанда, файлдарды досына жібергенде. Жалпы маңызды ерекшелігі Bluetooth-да интернетке қосылу қажет емес, және тек 2 құрылғы жақын болуы қажет. Wi-Fi-да қауіпсіздігі ең маңызды рөлін қарады. Яғни құпия сөз қандай болуы керек десеңіздер, кемінде 8 таңбадан тұруы керек, әріптер, цифрлар және белгілері болуы керек. Тым оңай пароль қоюға болмайды. 1, 2, 3, 8-ге дейінгі сандар бұл бізде жаман идея.
Жаңа сабақтан соң оқушыларға А-Б-С деңгейінде және функционалдық сауаттылық бойынша тапсырмалар бердім. Бірінші А деңгейінде жеңіл жұмыс, яғни оқушыларға тест тапсырмалары беріледі. Бұл жерде әр оқушыға 5 сұрақтан дескрипторы сыныпсыз жел ұғымын біледі және артықшылығын таниды. Жалпы балы 2 ұпай. 5 сұрақ көрсетілген және жауаптары көрсетіледі. Келесі кезекте оқушыларға жұптық жұмыс, яғни В деңгейінде оқушылар жұбымен бірге компьютерде отырады. PowerPoint бағдарламасында Wi-Fi қалай жұмыс істейді тақырыбында 3-5 слайдтан тұратын таныстырылым жасайды. Дескрипторы PowerPoint бағдарламасында жұмыс істейді және Wi-Fi туралы толық мағлұматтар береді. Жалпы ұпай 3 ұпай беріледі. Келесі ол бізде топтық жұмыс. Келесі кезекте топтық жұмыс жасауда жасанды интеллектінің көмегіне жүгіндім. Сәлем балалар, өздерің тұратын аймақтағы сыныпсыз желінің жұмысына талдау жүргізіңдер. Интернет пайдаланушылар қандай байланыс түрлерін қолданады? Топтарымен ақылдасып ойларыңды ортаға салыңдар. Тапсырмаларды орындап болған соң оқушыларды сергіту мақсатында сергіту сәтін ұйымдастырдым. Назар аударыңыздар. Қимылды қайталап, яғни оқушылар осы қимылдарды қайталау керек. Келесі кезекте сабақты бекіту тапсырмасы ретінде EduCaplay платформасын қолдандым. Назар аударайық, осы жерде оқушылар бүгінгі тақырып туралы қысқаша сұрақтарға жауап береді. Осындай оқушыларға сымсыз желілердің негізгі артықшылығы неде? Кабельді қажет ету, қозғалыс еркіндігі, жоғары жылдамдық, тек бір құрылғыға қосылу деген сияқты сұрақтар қойылады. Үй тапсырмасына сымсыз желі тақырыбында сөз жұмбақ дайындау беріледі. Сабақты қорытындылау мақсатында кері байланыс ретінде жасанды интеллектінің көмегіне жүгіндім. Яғни сұрақтарым бар, барлығы керемет және сұрағым бар. Осы жерде оқушылар бір ұяшықты таңдап, бүгінгі сабақтан алған өзінің кері байланысын көрсетеді. Цифрлы дәуір үлкен мүмкіндік дәуірі. Уақыт талабына сай әр ұстаз жаңашыл, ізденімпаз және цифрлы әлемнің көшбасшысы болуы тиіс. Назарларыңызға рахмет.